Кісі киік емші жерді төпештеп жылап жатыр. Өксік толы өмірінің өшін жазықсыз қара жерден алғысы келген сыңайлы. Мынау жалғанда жалғыз қалғанын, адам андардан безіп үрейбейлеген үңгірде аңғымыр кешіп жатқанын, сол жалғыздығына жамау болар қызды қазір ғана өзі салт аттыға қосып жібергенін, соның өкініші өзек өртеп бара жатқанын кімге түсіндірер? Айгерім есіне түскенде кісі киік жылағанын тоқтатып, олар кеткен жота жаққа тесіле көп қарады. Көз жасын сүртіп орнынан тұрды, ойланып тұр. Бір кезде дүр сілкініп, қызар шыңға қарай бет алды. Жай жүрген жоқ, жүгіріп барады. Анау екеуінің алысқа кетпегені анық. Қалай болғанда да қуып жетуі керек. Жоқ, ол енді бұлай жалғыз өмір сүре алмайды. Айгерімді алып қайтады. Салтатты ше, мылтығы бар ғой, ол мерген. Кісі киік мұның бәрін жақсы біледі. Бірақ бір алапат күш оны алға сүйреп барады. Жықпыл тасты жыра да, терең құз да оған кедергі емес. Қалай болғанда да Айгерімді енді жібергісі жоқ. Кісі киік тастан тасқа секіріп, мұзтаудан алысқа ұзай берді. Үңгірді мекендегелі қарлы мекеннен бұлай тым алыстамаған. Қыз мінгестірген Салтатты бұл кезде мұздақтардан асып, қарлы жотаның соңғысына жақындаған. Енді бір ет пісірімдей уақыт жүрсе, шекараға да жетіп қалады. Мұздаудың бұл беткейін күзетуге қызылдардың шамасы әлі келе қойған жоқ. Қашқан қазаққа бұйырған қауіпсіз жол осы ғана. Салтатты ойланып келеді. Осы маңайды шиырлағанына 10 жыл болыпты. Ата қонысы бергі бетте еді. Большевиктер келгенде қуанғандардың бірі осы тұғын. Көп кешікпей көңілі қалды. Аштық, зорлық, зомбылық, көшпенді елдің малына ауыз салғандары тіпті сорақылық. Ата дәстүр анау адырам қалған. Содан бері күресіп келеді. Арғы бет оны батыр, мерген дейді. Бергі бет большевиктер банды дейді. Қақпан құрып құртып жібергісі келеді. Талай тұсақтан сақтығының арқасында сытылып шыққан. Осылай ойға шомып келе жатып, Салтатты өзіне біреудің тесіле қарап тұрғанын сезгендей болды. Жалт бұрылып қараған, ешкім көзіне түспеді. Артында отырған қыз да үрейленіп отыр. Бәрібір бекер емес, бұл арқасымен сезеді. Аңды да арқасымен сезіп, жалт бұрылып жатқанда сезбей қатыратын. Кім болды екен? Тағы біраз жүрген соң жақпар тасты тау бітіп, жазық дала басталмақ. Одан кейін арғы бетке қол созым жер. Осы сәтте Салтатты ту сыртынан қадалған көзді тағы сезді. Болды, кешігуге болмайды. Жайлап мылтығын сипады, дайындап келеді. Сосын кілт бұрылып жартасқа жапса өскен жапырағы қалың ағаштың ортан тұсынан тартып жіберген. Гүрс еткен мылтық даусынан тау іші жаңғырып қоя берді. Оған қосарлана әлде адамның, әлде аңның түсініксіз дауысы естілді. Не болды, кім? Деді Айгерім дір-дір етіп. Адам сияқты. Елсізде қайдағы адам, деді Салтатты түнеріп. Аю шығар. Аю шығар деді де мерген ол ойынан тез қайтты. Онысын қызға сездірген жоқ. Аю бұлай аңдымайды. Қанша жер сондарынан еріп келді. Оңтайлы сәтті өткен. Мұздақ бітіп, қарсы жотаға ілінгенде аңдушы ізінен жаңылды. Байқалып қала берді. Кім болды екен? Мерген артындағы қызға бұрылды. Ол да соңына қарағыштап келеді екен. Аю емес, деді ол да. Абзал шығар. Мерген жауап қатпады. Түнерген күйі өз ойымен өзі алысып келеді. Абзал емес. Оны бұл анық біледі. Енді кім? Осы маңайдан өткен сайын ту сыртынан қадалған әлдекімнің сұқ жаңарын кейде сезіп жүретін. Тіпті бірде қарлы шыңның ұшын басынан қауға сақалды адамды да көрген. Ол бұған, бұл оған тиіспеуші еді. Ел ішінде әлгі туралы айтылатын аңыз әңгімелерге де қанық. Біреулер Қытайға қашқан атақты байдың баласы дейді. Шекарада байдың көші казактардың қоршауына түсіп, шиттей баласына дейін кескілеп тастаған екен. Жаратқанның құдіреті, әлгі қырғыннан байдың кішкентай баласы аман қалып, мұздауды мекендеп кетіпті деседі. Ол болса ше, ол неге бұларды аңдиды? Мерген қызға тағы бұрылды. Осы сен емші тауып алды дедің бе маған? Иә, ол қайда тұрады? Мұзтаудың бастындағы үңгірде жалғыз. Мерген атының тізгінін тартты. Қызға бұл дұрыстап назар аудара қарады. Әдемі, көзі боталап, ерні дірілдеп бұған қарап қалыпты. Мергеннің жүрегі шым етті.
сұлу екен. Осының соңынан келген ғой бешара. Несіне жіберді екен деген ішінен өзі сезіп келеді. Жаңа мүлт кеткен жоқ бешара. Бір кезде кілт тоқтады. Анау қырдың ар жағы шекара деді қызға. Кеш болып кетті. Бүгін осында түнейміз. Таң ата жолға шығамыз. Түн, тау бөктері. Мерген шытырлап жанған отқа қарап ойланып отыр. Әйгерім теріс қарап жатыр. Қасындағы кісі астына тоқымын төсеп, шапанын жамылуға берген. Ұйықтаған кейіп танытқанымен болда ояу. Оны Мерген де сезді. Әлгі жігітің қайдан келіп еді? Біздің жақтан естеп жүрді. Қаладан келген, жетім, жаңа өкіметтің адамы. Большевик пе? Комсомол. Мерген кебу бұтақты шытырлата сындырып отқа тастады. Большевигі де, комсомолда бір шайтан, азғындаған иттер. Сені азғырғанда сол екен ғой иттің күшігі. Түсінікті. Қыз үндемеді, теріс қарап бүрісіп жатыр, ойы басқада. Абзал, қайдасың? Шынымен де ит құсқа жем болып, айдалада сүйегін шашылып қалды ма екен? Тірі болсаң бір хабарың жететін уақыт болды. Мына кісі де жұмбақтап ештеңе айтпайды. Абзалды айтқанда бір нәрсе білетіндей болып тұрады. Оның жоғалғанына көп таңғала қойған жоқ. Абзалды кісі киіктезде демес пе? Бір тапса сол табар еді. Мың сан оймен арпалысқан қыз ту сыртынан біреу қапсыра құшақтағанда селк етті. Бұлқынып шықпақ болған, шамасы жетер емес. Жемтігін бүрген қырандай бүктеп барады. Қоянның көжегіндей болып бүрісіп, шарасыз тыпырлай берді. Айқайла білгерді. Соның арасынша күректей қолдар аузын жауып тұншыға бастады. Ентіккен даусынан, үлбірейген тамағына қадалған тіккендей сақалынан зорлықшының Мерген екенін сезді. Оған қарсы енді ештеңе істей алмас. Тау ішінде екеуі ғана. Ешкім бұған араша түсе алмайды. Әйгерім тағдырының бұл сынына да мойынсұнғандай қарсыласпай солқ түскен. Осы сәтте тау күңіреніп қоя берді. Сонау қыз басынан қазандай тастар төменге домалап, ағаш басында қалғыған құстар дүр етіп көкке көтеріліп, азан-қазан болып кетті. Мергенде Әйгерімді жайына қалдырып, жанталасып мылтығына жүгірген. Жоғарыдан біреу қарқылдап күлгендей болды. Адамның дауысы ма, айуанның үніме ажырату қиын. Тау іші бірер сәт сол күлкіні қайталап жаңғырып тұрды. Батырға да жан керек. Мерген анадайда дір-дір етіп, қорқыныштан тілі байланып тұрған Әйгерімге ақырып жіберді. Тез жинал, түнделетіп арғы бетке өтіп кетеміз. Мына жерді шайтан жайлаған, бол деймін, тез. Қыз мінгестірген салтатты қараңғылық құшағына еніп, көрінбей кеткенде, қыз жақтан тағы да жаңғырық естілді. Бұл жолы жылаған дауыс жаңғырды. Ол тағдырынан алған, Әйгерімді зорлықтан аман алып қалса да, жанында қалдыра алмағанына күйінген кісі киік еді. Қыз мінгестірген салтатты сол күні түстен кейін арғы бетке жетіп, тау қойнауындағы шағын ауылға ат басын тіреді. Алдынан жүгіре шыққан жас балаға тізгінді ұстата салған Мерген асығыс ортадағы киіз үйге беттеді. Абдырап қалған бала ат үстінде қалған Әйгерімге көзі түскенде тіпті састы. Қыз да түк түсінбеген. Сәлден соң бала есін жиып қызды аттан түсірді. Мерген ашулы күйде үйге енгенде қымыз ішіп отырған үш жігіт өре түрегелген. Ассалаумағалейкум, ат көлік аман жеттіңіз бе көке? Мерген жауап қатқан жоқ. Кесе толы қымызда бірақ төңкеріп, үрпейісіп тұрған үшеуге тесіле қарады. Сен ана сырттағы қызды Бақыбайға жеткіз, деді ортадағы жастауына. Үйден шығармасын, жұрт көзіне түсірмесін. Бір тал шашы түссе басымен жауап береді. Мен айтты де, болды, жөнел. Жастау сыртқа жөнелді. Мерген енді қалған екеуіне қадалды. Ана жаралы жігіт қалай, деді сұстанып. Есін жиды ма? Біздің үйде, деді екеуді мұрттысы. Есін әлі жиған жоқ, сандырақтап жатыр. Бір қыздың атын айта береді. Әйгерім дейді. Бірақ беті бері қараған секілді. Ішкеріден алдыртқан емшіңіз ем-домын жасап кеше кетті. Құдай қаласа 10 шақты күннен соң аяғынан тұрып кетеді деген. Әйгерім деді ме? Жаны сірейкен иттің. Берген соңғы сөздің аузынан қалай шығып кеткенін өзі де байқамай қалған. Екі жігіт те елең етті. Өткенде қансыраған жігітті алдына өңгеріп келгенде басқаша деп еді. Осы маңайдағы емші біткеннің бәрі сол жігіттің өмірі үшін арпалысып, оны Мерген өзі бақылаған.
Совет үкіметінің айуандығына тап болған бір бейшара болар деген болар. Енді міне кіжініп тұр. Боларға аяушылық жоқ, деді мерген түсін суытып. Олар да аямаған. Босқан елді шекарадан күтіп алып, бала-шағамен қоса пулеметпен қырған кім? Қорғансыз елдің тау-тау болып, көмусіз қалған сүйектерін мен мына көзіммен көргенмін. Сенің де, менің де, мына ауылдың да атамекеннен басып, аш-жалаңаш жат жерде жүргеніне кім кінәлі? Осылар, большевиктердің күшігі, ит. Мерген кілт бұрылып сыртқа беттеді. Аңтарылып тұрған екеу де соңынан ерген. Есік алдында арбаға мініп жатқан Әйгерім мен жас жігітте қарап қалыпты. Мерген оларға да назар аударған жоқ. Қынабынан кездігін шығарып, шеттеу тұрған жүдеу үйге беттеп барады. Мұртты жігіт тез-тез басып, Мергеннің алдынан шығып, кездік ұстаған қолына жармасты. Көке, адам ғой ол, керегі жоқ. Бір ашуыңызды маған қиыңызшы. Көке, есін білмей жатқан адамды өлтірмеңізші, көке. Мерген мұртты жігітті бір қағып қалпақтай түсірді. Адымдай басып, киіз үйге жақындап қалған. Анадайда Әйгерімнің қасында бақылап тұрғаны жерге шырт түкіріп, басын шайқады. Қызық, өзі құтқарып, өзі өлтірмек пе? Сау тамтығы қалмаған ол бейшараның қай жеріне пышақ салмақ? Манадан бері сөйлесіп тұрған Әйгерім селк етті. Кімді айтып тұрсың, кімді өлтірмек? Деді анаған жыламсырап. Айтыңызшы, кім? Өткенде арғы беттен өзі өңгеріп келген адам ғой, деді жігіт арбаға отырып жатып. Таудан тауып алыпты. Қасқыр талаған ба, ат сүйреген бе, әйтеуір түгі қалмапты бейшараның. Қой, пәлесінен аулақ жүрейік. Кеш батқанша сені Балқыбайға жеткізуім керек. Ол сөзін аяқтап Әйгерімге қараған. Жоқ, Мергеннің соңынан жанұшыра жүгіріп барады екен. Кездігін жаландатқан Мерген үйге кіре, бұрышта жатқан жаралы жігітке қарай беттеді. Төрде отырған қарияға да назар аудармады. Жаналғыш Әзірейілдей төніп келеді. Осы сәтте сырттан жүгіре кірген Әйгерім жаралы жігітке бір қарап алып, Мергеннің аяғын құшып, еңіреп қоя берді. Ағатай, өлтірмеңізші, бұл абзал ғой, ағатай. Мерген қызды қамбақ құрлы көрмей бір шетке лақтырып тастап, абзалға жақындады. Қыз жан ұшырып аяғына тағы оралды. Ағатай, өлтірмеңізші, күніңіз болайын. Айтқаныңыздың бәрін орындайын, тек оның жанын қалдырыңызшы. Ағатай, аяңызшы, әйеліңіз болайын. Айтқаныңызға көнейін, ағатай. Әйгерім ес-түссіз жатқан абзалдың денесін құшақтап отыра кетті. Мерген құлақ түрген жоқ. Кездігін көтере берген, қыз орнынан тұрды. Мергенге қасқая қарап ернін тістеді. Нәп-нәзік жүзінде өжеттік пайда болғандай. Онда алдымен мені өлтіріңіз, деді тістеніп. Кәне, салыңыз пышағыңызды. Маған онсыз өмір жоқ. Мерген тосылып қалды. Кездік ұстаған қолы төмен түсе берген. Осы кезде манадан бері бақылап отырған төрдегі ақсақал ақырып қоя берді. Тоқтат, бұлардың не кінәсі бар? Мынау алай-дүлей заманның зауалын бір-бірімізге арта берсек кім болғанымыз? Ағаны, ініні, қарындасты жау екен деп өлтіре берсең, мына дүниеде қазақ қалмас. Тоқтат. Мерген жауап қатпады. Әйгерім мен абзалға бір қарады да жалт бұрылып үйден шыға берді. Иығы селкілдеп барады. Егер әңгіме ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет.